Сәлем қыздар, өте жұмсақ және де дәмді болып шығатын булочкидің рецептісін ұсынамын. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, дәміне қарай аз ғана тұз, шекер және де құрғақ дрожж салып, жақсылап біркелікті етіп араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқа және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Одан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Булочкиміз әдемі болып көтерілу үшін жарты шай қасық қамыр қопсытқыш салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті шамамен 70-75 граммнан өлшеп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Және де осы бөлінген қамырды ұн сеуіп, видеодағыдай орташа жұқалықта жайып, кесіп, булочкидің формасын шығарамыз. Барлық қамырымыздан осылай булочкидің формасын шығарып аламыз. Және де печкені міндетті түрде алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қойыңыздар. Қызып тұрған печкеде 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Барлық булочкилерді жасап болғаннан соң арнайы печкіміздің формасына салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса сақтап алып жасап көріңіздер. Ас болсын және де маған лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Подписка жасап, менімен болғандарыңызға рахмет.